Барлықтарыңызға сәлем. Біздің бүгінгі тақырып Python бағдарлама тіліндегі жиындар. Жиын тек бірегей элементтерді сақтайтын құрылымдық деректер түрінің бірі. Жиындарды анықтаудың екі жолы бар. Біріншіден, жиынның элементтері жүйелі жақшаның ішіне сақталады. Әрбір элементтің аралығы үтірмен бөлінеді. Жиынды анықтаудың екінші әдісі ол set функциясын қолдану болады. Set функциясының ішіне сіз тізім берсеңіз, мысалы ретінде екі элементтен тұратын тізім берейік. Set функциясының ішіне тізімді беру арқылы сіз жаңа жиын құруға болады. Сол элементтерден мысалы экранға шығарып көрейік. Орындаймыз. Міне, біз тізімнен жиын жасадық. Әрі қарай жиындарға жаңа элементті қалай қосамыз? Ол үшін жиын атауынан кейін add әдісін қолданамыз. Ішіне элемент жаздым. Мысалы, Шымкент. Сақтаймыз. Орындаймыз. Жаңа элемент жиынның ішіне қосылды. Жиынның құрамындағы элементтерді өшіру үшін дәл сол жиын атауынан кейін remove функциясын қолдануға болады. Егер remove функциясының ішіне берілген аргумент, яғни осы элемент осы жиынның ішінде болмаған жағдайда ол қателікке алып келеді. Бірінші бар элементті өшіріп көрейік. Орындаймыз. Міне, Ақтау қаласы жиынның ішінен өшірілді. Егер ол элемент жоқ болған жағдайда, мысалы, онда ол қателікке алып келеді. KR. Элементтерді өшірудің тағы бір әдісі discard әдісін қолдану болады. Жиын атауынан кейін discard шақырамыз. Егер ол элемент жоқ болған жағдайда жиын өзгермейді, солай қала береді. Ешқандай қателік шықпайды экранға. Тазалаймыз, орындаймыз. Міне, ол элементті өшірген жоқ, тек қана жиын өзгеріссіз қалды. Егер сол элемент бар болған жағдайда, онда сол элементті өшіреді. Астана, Алматы. Жиынның құрамындағы барлық элементтерді өшіру үшін clear әдісін қолдануға болады. Clear әдісі ешқандай аргумент бермейсіз, тек қана шақырасыз. Одан кейін ол жиынның ішін тазалайды. Яғни бұл жиын екенін көрсетіп тұр. Бір жиынды басқа жиынға көшіру үшін copy функциясын қолдансаңыз болады. Мысалы, CTS. Жиын атауынан кейін copy әдісін шақырасақ, ол әдіс CTS екі айнымалысының ішіне осы жиынды қайта сақтайтын болады. Орындаймыз. Ақтау, Астана, Алматы. Егер сізде екі жиын болып, екеуін біріктіру керек болған жағдайда, онда unionды қолдансаңыз болады. Мысалы, екінші жиынды жасайық. Екі жиыннан біреуін жасаймыз. Экранға жаңа жиынды шығарамыз. Екі жиыннан тұратын элементтердің барлығы қосылған бір жиын жасалды. Осымен біздің қысқаша сабағымыз аяқталды.